Жақсы әңгімелер каналына қош келдіңіздер. Осы оқиғаны толығырақ тыңдаңыздар. Мен бұл әңгімені айтуға жүрегім әрең шыдап отыр. Бірақ ішімде булығып жатқан шындық мені маза бермей, күнде жанымды жегідей жеп барады. Мүмкін бұл менің күнәларымнан арылатын жалғыз жолым шығар. Мен жас болдым. Жас та болдым, ақымақ та болдым. Бірақ бәрі мен ойлағандай емес еді. Тіпті өмір дегеннің өзі мен ойлағандай болмай шықты. Атым Гүлназ, Атыраудың іргесіндегі бір ауылда өстім. Әкем ерте қайтыс болып, анам мені жалғыз өсірді. Анам тігінші болатын. Түн ұйқысын 4 бөліп, клиенттерінің көйлегін тігіп жүріп, мені оқытты. Мен мектепті үздік бітірдім. Бірақ университетке түсе алмадым. Ауылда отырып, бір күні байға тиіп, мамамды қинайтын өмірден құтқарам деп шештім. Жазда, шілденің аптап ыстығында мені бір таныс апайымыз Байжігіт деген адамның үйіне ертіп барды. Қала сыртындағы үлкен коттедж. Іші де, сырты да хан сарайындай. Байжігіт ел ағасы, құрылыспен айналысады. Бірнеше зауыты бар, 3 баласы бар, бірақ үлкен ұлы шетелде. 40-тың 8-нен асқан салмақты кісі. Апай, сені келін қылып алғысы келеді. Балаларына қарайсың, өзің де ханшадай өмір сүресің деді. Мен не ойларымды білмедім. Анама айттым. Анам үнсіз қалды. Түнде, егер сені сол үйде ренжітсе, мен саған бара алмаймын. Жолы алыс, жағдай жоқ. Бірақ егер бақытты болсаң, солардың арқасы деді. Келін болып түскен күні менің түбімнің басталған күні екенін мен қайдан білейін. Салтанатты той жасаған жоқ. Тек ауылдағыларға келін түсірдік деп құда шақырып, жай дастархан жайылды. Байжігіттің өзі мені жақсы қарсы алды. Бірақ жанарында салқындық бар еді. Бірінші түн мен оны есіме алғым келмейді. Ол менің бетіме қарап, мен саған шын махаббат бере алмаймын. Сен менің балаларым үшін тәрбиеші, үйім үшін күзетші боласың. Ал өзінен не керек, ақша, тыныш өмір, киім, көлік бәрін аласың деді. Сол түні мен жыладым. Бірақ менің көз жасымды көретін жан болмады. Үйдегі екінші әйел, үй қызметшісі Раушан ғана менен жасқанбай сөйлесетін. Ол бір күні, келін, бұл үйде сені жақсы көретін ешкім болмайды. Әсіресе, қожайын. Ол сені сатып алды. Бірақ сен өзіңде рұқсат еттің ғой деді. Бір күні Байжігіттің інісі Жомарт аға шетелден келді. Ол менен 10 жас үлкен. Бойы биік, өзі сымбатты, үнемі күліп тұрады. Бірақ көзінде бір мұң бар. Ол менен бір түрлі жұмсақ сөйлейтін. Кейде таңертең бірге таңғы ас ішіп отырған сәтте маған қарап, сен бұл үйге сыймай тұрсың. Саған басқа өмір керек. Әлі кеш емес дейтін. Мен үндемейтінмін. Жүрегім дір ете қалатын. Сол күннен бастап мен Жомартты күте бастадым. Ол келген сайын үйге жылу келетіндей болатын. Бір күні ол маған телефон берді. Байжігіт маған телефон ұстауға тыйым салған болатын. Бірақ Жомарт, егер бұл өмірден шынымен кеткің келсе, маған жаз деді. Мен оны түсінбедім. Бірақ ішімде бір от жанды. Күндер өтіп жатты. Байжігіттің маған суықтығы арта түсті. Бір күні кешке үйге мас келді. Есікті тарс жауып, сен менің үйімде өмір сүріп жатқан күнәһарсың. Мені сүймейсің. Мен оны білем деп айқайлады. Мен қорықтым. Бөлмеме кіріп жыладым. Бірақ таңертең Раушан маған, кешегі түннен бастап бәрі өзгереді деді. Не айтқысы келгенін түсінбедім. Бір аптадан кейін Жомарт тағы келді. Бұл жолы ол маған жай ғана қолымды ұстап тұрып, мен сені алып кетем. Бірақ сен дайынсың ба? Деп сұрады. Мен басымды изедім. Бірден емес, бірнеше секундтан кейін. Сол сәтте менің ішімде бір есік ашылғандай болды. Үнсіз кеткім келді. Осы азаптан қашқым келді. Бірақ тағдыр басқа шешім қабылдап қойған екен. Бір күн бұрын мен жүкті екенімді білдім. Бұл баланың әкесі кім екенін өзім де білмейтін сияқтымын. Байжігітпен соңғы рет бірге болғанымнан бері біраз уақыт өтті. Ал Жомартпен? Иә, бір түн болды. Тек бір-ақ рет. Мен өзімнен жиіркеніп кеттім. Мен не істеймін енді? Қайда барам? Анама айта алмаймын. Бұл сұмдық. Бұл менің құрыған күнім.
және мен енді кері қайта алмаймын. Адам кейде бір түнде қартаяды дейді. Мен бір күнде бәрінен айырылдым. Ертеңімді де, сенімімді де. Бірақ ең қорқыныштысы өзімді жоғалттым. Жүктімін, ал ол баланың әкесі кім екенін нақты білмеймін. Ойым сан-саққа жүгіріп, денем ауырлап барады. Бір жағынан қорқам, бұл Байжігіттің баласы болса, мен мәңгі осы үйде құл болам. Ал егер Жомарттың, онда менің ар-ұятым қайда? Сол түні ұйықтай алмадым. Терезеден түнгі қаланың шамдары көрініп тұр. Бірақ менің жаным қара түн. Раушан келіп үнсіз шай қойып берді. Ол маған тіпті қарап та қоймады. Тек бір ауыз сөз айтты: бүгіннен бастап сен жалғыз емессің. Не меңзеп тұрғанын түсіндім. Ішімдегі тіршілік жайлы ол да сезген сияқты. Ертеңде Жомарт келді. Бәрі бұрынғыша. Ол мені аулада күтіп алды. Көлігіне отырғызды. Бірге үндемей біраз жүрдік. Сосын тоқтап, жай ғана: айт, бәрін. Қазір жасырып қалсаң, кеш болады деді. Мен көзіме жас алып, жүктілігімді айттым. Оның жүзінен еш эмоция көрмедім. Бірақ ішкі күйзелісті сездім. Ол біразға дейін үндемеді. Сенің қашқың келетінін білем. Бірақ баламен қашу басқа. Бұл енді саған емес, екеумізге жауапкершілік. Бала менікі ме? Деді. Мен жауап бере алмадым. Тек иығым селкілдеп жылай бердім. Ол мені үйге жеткізіп салды. Бірақ қоштасқанда бетімнен сүйіп тұрып: бұл баланы тастай көрме. Егер менің балам болса, мен оны ешқашан тастамаймын, деді. Сол кезде алғаш рет жүрегімде бір жылу пайда болды. Қандай болса да, Жомарт мені адам ретінде көрді. Кешке Байжігіт үйге келді. Бірақ бұл жолы өзгеше болды. Үнсіз, ашусыз. Мені ас бөлмеге шақырып: ертең дәрігерге барасың. Қан тапсырасың. Егер бір нәрсе шықса, мен бәрін білем, деді. Ол не сезіп тұрғанын білмеймін. Бірақ оның көзі мені тесіп өтетіндей. Қан тапсыру. Демек бәрін анықтамақшы. Менің ішім қосырылып кетті. Сол түні телефоным арқылы Жомартқа жаздым. Қан тапсыруға мәжбүрлеп жатыр. Егер білсе, мені өлтіреді. Ол бірден жауап берді: таңертең мен келем. Сені алып кетем. Қорықпа. Мен сенгім келді. Бірақ жүрегім әлдеқашан сынып қалған еді. Таң атқанда, дәл айтқандай, Жомарт келді. Мен емес, Байжігітті алып кетті. Ішімнен екеуі сөйлеседі мен жайлы. Бәрін айтады ма? Әлде жасырады ма? Деп сан сұрақ маза бермеді. Ол үйге оралмады. 2 күн. 3 күн. Телефон үнсіз. Раушан ештеңе айтпайды. Анам да хабарсыз. Мен бір тұзақтың ішінде қалдым. 4-ші күні кешке Раушан мені шетке алып шығып: қаш қазір, жүгір, сөмпең дайын. Жомарт күтіп тұр. Егер қалсаң, бұл үйден тірі шықпайсың, деді. Мен сөзге келместен жеңіл күртеше киіп далаға жүгіріп шықтым. Түн қала, көлік жарығы алыстан көрінді. Жомарт. Ол осында. Мен көлікке отырдым. Ол мені қатты құшақтап: сен енді қауіпсіз жердесің. Бірақ артыңа қарама. Ешкімге хабарласпа. Есіміңді де өзгертеміз, деді. Сол түннен бастап менің өмірім 2-ге бөлінді. Бұрынғы Гүлназ енді жоқ. Жаңа адам, жаңа тағдыр басталды. Бірақ мен бақытты болдым ба? Жоқ, бала ішімде өсіп жатты. Ал мен күн сайын тозақта өмір сүріп жүргендей сезінетімін. Бірде Жомартқа қарап тұрып: сен осы үшін өміріңді тастап шықтың ба? Деп сұрадым. Ол жай ғана: мен сені сүйіп қалдым. Қалай екенін білмеймін. Бірақ бұл баланың менікі екеніне сенгім келеді, деді. Ал мен өзіме сенбеймін. Бұл сезіме әлде өшпенділік араласқан жалған жұбаныш па, білмеймін. Бірақ артта қалған өмір мені жібермеді. Бір күні есік қағылды. Полиция: Гүлназ Байжігіт қызы осы үйде ме, деді. Жүрегім тоқтап қала жаздады. Есікті қаққан сәт менің бүкіл денем мұз болып кетті.
Полиция, иә, нақты солар. Гүлназ Байжігіт қызы осы үйде ме? Деді бірі. Мен сәл ойланып қалдым. Жомарт үн қатты. Мұнда ондай адам жоқ. Мекен-жайды шатастырған боларсыздар, деді. Бірақ полиция сенбеді. Құжат сұрады. Мен тұрып ас бөлмеге өтіп кеттім. Терезеден қарадым. Көліктердің ішінен менің бұрынғы үйімнің күзетшісін танып қалдым. Демек, олар мені іздеп жүр. Байжігіт мені тапқысы келеді. Жомарт полициямен ұзақ сөйлесті. Ақыры олар кетуге мәжбүр болды. Бірақ мен енді бұл қалада тұра алмайтынымды түсіндім. Біз кетеміз, деді Жомарт, бәрін тастап басқа облысқа барамыз. Саған тыныштық керек. Баламызға да. Мен үнсіз бас изедім. Бірақ шымалай дүлей. Артымнан қанды із қалдырып бара жатқандаймын. Осылайша біз Оралға көштік. Ешкім танымайтын қала, жаңа пәтер, басқа есім. Енді мен Айгүл, жаңа өмірімнің жаңа аты. Күндер өтіп жатты. Жүктілігім көзге көріне бастады. Жомарт жұмысқа тұрды, мен үйде отырдым. Бірақ ұйқым тыныш емес. Түсімде үнемі Байжігітті көрем. Ол маған қарап тұрып, сен менің абыройымды таптадың. Мен мұны қалдырмаймын, дейді. Бір күні пошта жәшігіне белгісіз хат келді. Ашып қарасам, ішінде тек бір сөйлем. Мен бәрін білем. Қолтаңба жоқ. Жіберуші де көрсетілмеген. Бірақ жүрегім зу етіп дірілдеп кеттім. Бұл Байжігіт пе? Әлде біреу жай ғана қорқытқысы келе ме? Жомарт қайтуға қорықтым. Ол бұл үшін бәрін тастап шықты. Енді тағы мазасын алуға хақым жоқ сияқты сезіндім. Бірақ бұл үнсіздік мені күн сайын жеп жатты. Бір күні кешке Жомарт шаршап келіп маған қарап. Сен маған сенбейсің. Мен бәрін көріп жүрмін. Түнде тыпырлап шығасың. Біреуге хат жазасың. Кіммен сөйлесіп жүрсің? Деді. Мен аң-таң қалдым. Ешкіммен. Тек бір хат келді. Көрсетпедім, себебі қорықтым, дедім. Ол хатты көріп қабағын түйіп. Бұл бізге ескерту. Бізді тапқан. Бұл үйде қауіпсіз емес. Бәлкім шетелге кетуіміз керек, деді. Мен үнсіз отырдым. Ішімдегі бала жыбырлап жатыр. Қорқады, ол менің қорқынышымды сезіп тұрғандай. Сол түні есік қайта қағылды. Бірақ бұл жолы полиция емес. Жай ғана бір әйел адам. Жасы 50-лер шамасында. Қолында сөмке. Айгүл деген қыз осы үйде тұра ма? Деді. Жомарт. Жоқ, қателесіп тұрсыз, деді. Әйел кідіріп маған көзін тігіп қарап тұрды. Сен менің қызым емессің бе? Деді. Жүрегім тоқтап қала жаздады. Бұл менің туған анам. Бірақ қалай? Анашым. Дедім күбірлеп. Ол жылап жіберді. Мен сені іздедім. Байжігіт маған қызың қашып кетті, тірі емес, деді. Сен жоқ болып кеттің. Ал мен күнде дұға жасап отырдым, деді. Жомарт аң-таң. Мен болсам тізерлеп жылап отырмын. Бар өмірім көз алдымнан өтеді. Қалай таптың? Дедім. Саған бір әйел көмектесті. Раушан ол бәрін айтты. Жасырын түрде үйіңізді де таптым. Қазір Байжігіт сені іздеп жүр. Ол сені кешірмейді. Бірақ мен сені алып кетем, қызым. Менімен жүр, деді. Мен енді кімге сенерімді білмей қалдым. Жомарт менің жанымда аман алып қалған адам. Анам менің ең жақын адамым. Ал балам ше? Ол не қалайды? Сол түнімен бір шешімге келдім. Таңертең анаммен сөйлестім. Мен сенімен кетпеймін. Бұл менің жолым. Балам үшін күресем. Енді қашқым келмейді. Қорықпаймын. Анам көзіме ұзақ қарап тұрды. Онда мен де осында қалам. Қасыңда болам, деді. Осылайша біз үшеу болып бір үйде тұрдық. Жаңа отбасы. Уақытша тыныштық. Бірақ мен білетімін. Бұл дауыл алдындағы тыныштық екенін. Себебі сол күннің кешінде тағы бір хат келді. Бұл жол ішінде фото болды.
Менің Жомарттың және ішімдегі баланың утысы. Артқы жағында соңына дейін барам. Сол фотоны көрген сәттен бастап менің ішімдегі тыныштық мүлде жоғалды. Қайтадан ұйықтай алмайтын түндер, біресе теріліп, біресе тоңы шығатын қорқыныштар басталды. Соңына дейін барам деген сөз маған айтылған үкім сияқты сезілді. Фотоны анам да, Жомарт та көрді. Анам сол сәтте-ақ: бұл адам тоқтамайды. Ол үшін сен қашқын ғана емес, намысына тиген күйіксің. Сенен кек алғысы келеді деді. Жомарт болса ашуға булығып: енді мен үндемей отырмаймын. Егер ол бізді тауып, қорқытып жатқан болса, мен бірінші қадамды жасаймын деді. Бірақ мен күрескім келмеді. Қорқақтықтан емес, шаршағандықтан. Мен күніге өзімді жеумен шаршадым. Ішімдегі баланы аман есен дүниеге әкелсем деген жалғыз үмітім ғана тіреп тұрғандай. Араға 2 күн салып тағы бір жағдай болды. Кешкісін есік қағылды. Бұл жолы пошта қызметкері: сізге сәлемдеме, деді. Кішкентай қара қорап. Ашсам ішінде диктофон. Тек бір аудио жазба. Жүрегім дірілдеп, плей батырмасын бастым. Гүлназ, сенің барлық әрекетің бақылауда. Сен менің атымды, абыройымды таптадың. Жазасы ауыр болады. Уақытың таусылып келеді. Дауысты бірден таныдым. Бұл бай жігіт, суық, тас секілді үн. Мен қалтырап кеттім. Ол біздің қайда екенімізді нақты білет, дедім Жомартқа. Ол үндемей диктофонды ұстады да сындырып тастады. Бұл психологиялық қысым. Ол сені қорқытып, өз қолымен қайта алып кеткісі келеді. Бірақ мен тірі тұрғанда ол саған жақындай алмайды, деді. Бірақ дәл сол сәтте мен өзімді қауіпсіз сезінбедім. Анам: Гүлназ, менің жаным. Сен бұл адамнан балалы болдың ба, жоқ па, маңызды емес. Бірақ бұл балаға қауіп төнсе, мен ештеңе кешірмеймін. Сенің ғана емес, немеремнің де өмірі қыл үстінде тұр, деді. Мен үндемедім. Себебі анам дұрыс айтты. Мен үшін емес, балам үшін тірі қалу керек. Бүгіннен бастап енді тек өзім үшін емес, бір тірі жан үшін жауаптымын. Сол түні Жомарт маған бұрылып: ертең кетеміз. Алматыға, онда сенің ескі танысың бар, дұрыс па? Әлгі университеттегі құрбың. Соған барып жасырынамыз. Ол сенімді адам, деді. Мен бас изедім. Бірақ ішімнен қашанғы қашып жүрмекпіз деп ойлап отырдым. Таңертең көлікке отырдық. Анамды ауылға жібердік. Қоштасарда ол менің маңдайымнан сүйіп: қызым, не болса да тірі қал. Мен сені кешірдім. Өз-өзіңді жеме. Баланы сақта. Ол сенің жарығың, деді. Алматыға жеткенше тыныш болдық. Көше-көше кезіп, соңында бір жатақхана пәтеріне тоқтадық. Құрбым Мадина бізді қарсы алды. Ешкім бұл жерді білмейді. Қаласаңдар, мұнда біраз уақыт тұра беріңдер. Тек өте сақ болыңдар, деді. Бірақ бұл қауіпсіздік сезімі ұзаққа бармады. Бір аптадан кейін түн ішінде жатақхананың сыртқы есігіне біреу тас лақтырды. Артынан терезенің алдына қанға боялған шүберек қалдырып кетті. Полиция шақырдық. Ешкім табылмады. Бірақ бұл ескерту еді. Ашық ескерту. Жомарт түнде маған қарап: бұл адам ақша, байланыс, адамдар арқылы бәрін істей алады. Ол сені қырып кеткісі келіп отыр. Мен ертең прокуратураға барам. Бұл адамды тоқтату керек, деді. Мен бас изедім. Бірақ жүрегім ауырып тұр. Жомарт кетіп бара жатқанда алғаш рет: егер ертең оралмасаң, мен не істеймін? Деп сұрадым. Ол маған бұрылып күліп: оралам, саған ант берем. Біз әлі бақытты боламыз, деді. Бірақ ол сол күні қайтып оралмады. Кешке дейін күттім. Телефон сөнді. Хабар жоқ. Таң атқанша көз ілмедім. Таңертең полицияға бардым. Жоқ, еш жерде тіркелмеген. Келесі күні маған белгісіз нөмірден хат келді. Егер оны тірі көргің келсе, жалғыз кел. Ескі мешіттің артындағы ғимарат. Сағат 20:00. Жүрегім тоқтап қала жаздады. Бұл тұзақ екенін түсіндім. Бірақ бармасам, Жомартты өлтіруі мүмкін.
Ал барсам, менің өмірім де аяқталуы мүмкін. Мен не істеуім керек? Сағат тілі 19:35. Ішімде бала қозғалмай қалды. Әлде мен қатты қорқып тұрғандықтан ба, денем қатып қалғандай. Менің қолымда жалғыз телефон, ішінде бір ғана хабарлама. Егер оны тірі көргің келсе, жалғыз кел. Ескі мешіттің артындағы ғимарат. Сағат 20:00. Мен Мадинаға ештеңе айтпастан шықтым. Бірінші рет өз шешіміммен. Бұрын әрдайым мені біреу итермелеп тұратын. Бұл жолы өзім. Көшеге шыққанда Алматының кешкі салқыны денемді қарып өтті. Қараңғы айналамда адамдар көп, бірақ бәрі бөтен. Ешкім менің не сезіп тұрғанымды білмейді. Такси ұстадым. Жүргізушіге: ескі мешіттің артына апарыңыз дедім. Ол күмәнмен қарап: ол жақта ештеңе жоқ қой. Қараңғы қауіпті қарындас деді. Маған бару керек дедім. Даусым дірілдеді. 15 минуттан кейін келдік. Көне, тастан қаланған ғимараттың көлеңкесі суық естілді. Жарық жоқ. Қабырғаларда жазулар, сынған терезелер. Ар жағында бос мекен. Мен жалғыз кірдім. Ішімдегі әр қозғалысты сезіп тұрмын. Әр қадам бір ғасырдай ұзақ. Гүлназ деген дауыс естілді кенет. Бұрылғаным сол еді, тас қараңғы бұрыштан бай жігіт шықты. Өзгермеген сол баяғы сұсты жүз, суық көзқарас. Сен менің атымды былғадың. Мен сені жақсы көрмесем де өз үйіме алып кірдім. Ал сен менің ініме тәніңді бердің деді. Мен адаммын. Тірі адаммын. Мен де сезінем. Мен де қиналам. Сен мені сатып алдың. Мен саған ештеңе қарыз емеспін. Деп айқайладым. Қарыз емессің бе? Деп ол жымиды. Сен менің абыройымды аяққа таптадың. Енді мен сенің балаңды саған қалдырмаймын. Сол сәтте мен жерге тізерлеп отырдым. Жүрегім тарс ете қалды. Бала, сен балаға тиісесің бе? Ол кінәсіз. Ол сенің бауырыңнан. Қанша жек көрсем де, бұл сенің қаның емес пе? Бірақ ол мүлде естімегендей болды. Қолымен белгі берді. Артқы есіктен екі адам шықты. Біреуі таныс. Менің бұрынғы үйіміздің жүргізушісі. Мынаны алып кетіңдер. Жомарт қазір басқа жерде. Ал бұл әйел маған қайта тиесілі. Оның тағдырын мен шешем. Мен жыладым. Айқайладым, бірақ мені ешкім естімейтін секілді. Сол сәтте ішім қатты тартылып, ауырсыну басталды. Ауыртып жатыр дедім сыбырлап. Бала. Бірақ ешкім тоқтамады. Сол кезде есік тарс ашылды. Қолында шамы бар адам, Жомарт. Тоқта, қолыңды тарт, деп айқайлады. Қасында полиция. Бай жігіт артқа шегінді. Полиция қызметкерлері бәрін жерге жатқызып, мені көтеріп алды. Жомарт қасыма жүгіріп келіп: мен саған айттым ғой. Мен ант бердім. Сені ешқашан тастамаймын деді. Көзімнен жас парлап кетті. Жомарт мені құшақтап тұрғанда, менің ішімнен бала қатты қозғалуға кірісті. Ол да тірі, ол да сезіп тұр. Жедел жәрдем шақырылды. Мен босану бөлімшесіне түстім. Уақыт жеткен. Бізде босану басталып жатыр. Деп айқайлады акушерлер. Бәрі бір тұман сияқты өтті. Естуімше, бай жігітті қамауға алды. Қорқыту, бопсалау, адам ұрлау әрекеті үшін іс қозғалды. Бірақ бұл менің жанымды тыныштандырмады. Себебі мен енді анамын. Бірнеше сағаттан кейін менің ұлым дүниеге келді. Кішкентай, бірақ жанарында бір ерекше нұр бар. Жомарт қасымда отыр. Қолымды ұстап: сен екеуміз оттан өттік. Бірақ енді бұл бала бізді құтқарады. Бұл біздің екінші өміріміздің бастауы деді. Мен оған қарап: бұл бала шын махаббаттың жемісі болсын. Өткеніміз үшін емес, алдымыздағы жарық үшін дедім. Ауруханадағы күндерім тыныш өтті. Бірақ ішімдегі алапат дауыл әлі басылмаған еді. Қасымда ұлым. Кішкентай, нәзік, бірақ дәл сол бала менің бүкіл өмірімді төңкеріп жіберген тізбектің соңы
жаңа бас еді. Жомарт күнде келіп отырды. Әр келген сайын маған емес, баламызға көбірек қарайтын. Қолмен басынан сипап: "Білесің бе, кішкентай, сенің анаң ең батыр адам. Ол бізді сақтап қалды. Ол үшін мен мәңгі алғыс айтам" дейтін. Мен үндемейтінмін. Тек көзімнен жас ақпай қалған. Бұл жолы қуаныштан. Бірақ бір күні палатаға мен күтпеген адам келді. Анама ұқсамайды. Дәрігер емес. Жанымда медбике бар. "Қайырлы күн. Мен прокуратурадан келдім. Сізбен Байжігітке қатысты істе сөйлесуіміз керек" деді. Бір сәтке тыныштық орнады. Бала ұйықтап жатты. "Не айтқыңыз келеді?" дедім жай ғана. Байжігіт кінәсін мойындамады. Бірақ оның үстінен бірнеше бап бойынша іс қозғалды. "Сіздің куәлігіңіз басты дәлел болады. Бірақ ол сізбен жеке сөйлескісі келеді." "Жоқ" дедім дереу. "Ол өкінетінін айтты. Соңғы рет көргісі келеді. Кешірім сұраймын деп отыр." Жомарт бұл жайлы естігенде: "Ешқайда бармайсың. Бұл адамның сөзін тыңдаудың қажеті жоқ. Ол өміріңді бұзды. Тіпті менің де" деді. Бірақ мен басқа ойда едім. Іштей, егер мен кешірмесем, өзіме тыныштық таба алмаймын деп шештім. Бұл кешірім оны ақтау емес, өзімді босату. Солай мен түрмеге баруға келістім. Кездесу бөлмесіне кіргенде Байжігіт алдымда отырды. Бұрынғыдай сұсты емес. Шаршаған, салбыраған. "Келдің бе?" деді. Мен еш жауап қатпадым. "Мен сені жек көрдім. Інімен болғаның үшін емес, менің өзім ешқашан сүй алмаған әйелге өз жүрегімді ашпағаным үшін. Сен менің өмірімдегі жалғыз шынайы адам болдың. Бірақ мен сені құсап өмір сүре алмадым" деді. Мен мұздай болып отырдым. "Саған тек бір сұрағым бар" дедім. "Менен кеткен соң не сездің?" Ол көзін төмен түсіріп: "Бостық өмірімде бірінші рет ештеңе істей алмай қалғанымды сездім. Мен ақша, күш, байланыс барда бәрі менікі деп ойлаппын. Бірақ сен кеттің және мен жай ғана адам болып қалдым. Мен сені кешірем" дедім жай ғана. "Себебі мен өз өмірімді бастаймын. Жомарт пен баламен өткенің мені ұмытсын." Байжігіт басын изеді. "Бала аман болсын. Мен енді оған ешқашан жақындамаймын. Бірақ сенің бақытты болғаныңды қалаймын. Бұл менің соңғы тілегім." Солай мен шықтым. Жеңілдеп шықтым. Артымда қанша қара түнек қалса да, ішімде бір жарық жанып тұрды. Ұлымның есімін Аян деп қойдық. Мағынасы белгі, нышан, ескерту деген. Ол менің қайта туғанымның белгісі. Бір жылдан кейін біз Жомартпен шағын той жасадық. Жай ғана ауылда, жақын адамдардың арасында. Бәрі біртүрлі тыныш өтті. Ешқандай шулы музыка, қымбат көйлек емес. Тек ішкі тыныштық. Кейде өткенім есіме түседі. Бірақ мен енді ол естеліктермен өмір сүрмеймін. Себебі мен тірі қалдым. Күрестім, жеңдім. Бірде айнаға қарап тұрып өзіме: "Гүлназ, сен өткеніңмен емес, болашағыңмен өмір сүр" дедім. Ал ұлым маған қарап күлімсірейді. Сол сәтте менің барлық уайымым жойылады. Себебі енді мен шын бақытты анамын.